Вроде бәрі дайын. Плей бастым. Құрметті достар, сіздерге сөз бергендегідей YouTube канал ашам дегем. YouTube канал ашып бастадым, қолға алдым. Бірінші тақырыпты жойқын соққынды қалай қою керек жайлы айтатын боламын сіздерге. Так, ол үшін бізге мешок керек. Так, мешок қақта жоға, мияқты мешоға. Так. Мешек бергеш? Там бір әңгіме бар конкретный. Сұрағым бар еді конкретный. Жауап беруші. Канала или головки? Канала. Достар, дәл осындай жойқын соққы қойғыларыңыз келе ма? Ендеше алдағы уақытта бізден ажырамаңыздар. Құрметті достар, удар қою үшін үй жағдайында, ауылдағы жағдай, қаладағы жағдай болсын, мынандай тастауға ол әр кезде мүмкіндік бар. Бірақ бұдан үлкендеу болса ол керемет та. Біз мияқта енді барын таптық парктың ішінен сіздерге түсіндіру үшін. Осындай соған аңғайлы бір тас керек, қой тас дейді ғой, кішкене үлкендеу болсын да. Яғни достар, бірінші удар қою үшін, соққы қою үшін сіздің қолыңыз, дене күшіңіз мықты болу керек. Сол тастың көмегімен біз бүкіл тренажерға бармай-ақ, сол біршама күшті арттыратын жаттығулар көрсететін боламыз. Яғни ол бірінші тек қана қолдың күшімен арқаны қоспаймыз. Денені көтереміз. Бірінші 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бірден мында көтеруге болмайды. Бөлеміз. Хоп. 1, 2, 3, 4. Бұмен біз бицепстің күштерін шығарамыз. Және ол іштегі прессіге де әсер ететін болады. Одан кейін бір жағымызға қол қоямыз тасты. Үлкен де тас қойса әсер тез болады. Көтереміз, екі жаққа сүреміз. Көтереміз, екі жаққа. Бұл трицепстарға және де қолдың мощностьсын конкретно артырады да бұл. Оп. 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 Одан кейін қолды былай шыдақ жабамыз да, біз өздеріңіз білесіздер трицепсті. Оп. Бұны істеп болғаннан кейін ана ыдыс жағып алған кезде бас айландырады ғой. Сол жақты бас айландырамыз ғой. Опа. Опа. Мысалы бір жағына қарай 15 рет, екінші жағына қарай 15 рет. Айналдырып боламыз. Одан кейінгі раундтағы біздің тапсырмамыз қолын қатты, қолда күш жиналды. Енді не істейміз? Сол қолда күшті удар қоюға, яғни жылдамдықты және резкость арттыру үшін да, шапшаңдықты арттыру үшін жерге қадайтын боламыз. Опа, шығамыз. Қайтадан. Бүкіл күшпен қайтадан қозған. Мына таспен жерді қасып тау көресің ғой. Көтересің жерге. Ха! Айғайлауға да болады. Көтересің. Ха! Тез ауызбен айғайлаймыз. Басқа жақпен дауыс шығаруға болмайды. Сол кезде әдемі кетеді. Яғни басында біз қолды забивать етеміз. Қолға күш жинаймыз. Бірақ қол сол күйінде қалып тырысып қалмау керек та. Одан кейін артынша жерге ұрып тастаймыз. Яғни оны екі қолмен де істеуге болады, екі қолмен де лақтыруға болады. Арасында кездесіп бір қолмен. Бір қолмен тығамыз. Екінші рет сол қолмен тығамыз. Братишка, сен тіргің жоқ па? Не болды? Мияқтан жүре бердің ғой. Бұлай. Түсіріп алып қой мияқтан. Боссың ба? Боссың. Қазір саған насас салшы. Денеге көтересің, тіке жоғары көтересің. Жай түсіреміз. Арқаны жоқ, арқаны қоспа, тіке саңдама. Арқаны түз ұстайсың. Чисто қолдың күшімен. Тоқта е! Қашуға ниет бар ма? Ортадан бұл нәмішкең жарып жіберейін ба? Енді қашып болсын. Давай. Халық қарап тұр, дұрыстап істе, давай. Негізі жаттығудың арасында демалып үзіліс болған кезде анекдот айтқан жақсы көрем. Өйткені адам күліп тұрған кезде бәрі шаршаған тез басады. Әңгіме болсын деп айтып отырайық, короче. Бір күн қайсың сотталған ғой, бір шамар сотталған ғой. Қайдан сотталып отыр дейді, сот болып отқан ғой. Яғни судья тұрып, стать подсудимый деген ғой. Тұрыпты. Зачем вы увели свою тещу деген ғой. Енесіне тұрып қалған ғой, короче. Тайсон тұрып, ну как вы знаете, я долго лет занимаюсь боксом.
Короче, в боксе отрабатываем рефлексы, удары, где открыто, туда бьемся. Шашап кеттім, покороче деген ғой. Ну, как-то раз я после изнурительной тренировки прихожу домой, стучу в дверь, а там дверь открывает теща. Руки опущены, печень открыта дейді ғой. Дзик-дзик, следующий таңғы тұр ғой, короче, бокс деген опасный спорт, абайлаңдар қазір. Ассалаумағалейкум жігіттер. Менің инстаграм парақшама келетін сұрақтардың көп көлемі қайтып жоқпын соққы қоямыз, қайтып удар қоямыз деген әр өңірден еліміздің сондай сұрақтар келіп төгіліп жатыр. Мен ол бокс клубына барайын десем, біздің ауылда бокс жоқ, бокс клубында бапкер жоқ, қысқасы сылтау өте көп. Солардың бәрін ұйғара отырып, мен өзімнің удар қоюға, жойқын соққы қоюға арнаған жеке авторлық марафонымды ашық деп жариялағым келеді. Оған тіркелу басталады. 12-сіне дейін тіркеліп көргендерге үлкен жеңілдік болады. Бар жоқ 3 мың теңге тұратын марафонға қатысып, жойқын соққы қойыңыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Қол дәрілеуге келем, жайлау көрем деген жігіттер болса, дәріге жасын. Нана ұстайсың. Қой дәрілеу 500 қой бәрін әрқайсысын аузына салып бір-бірін сыйлап арақ құятындар ғой. Досым, достық үшін шейт деп артынан төбелесіп, денсаулық үшін деп ішіп артынан бүйрек сататын жігіттерін белгілеп қойсыңдар ғой. Қай денсаулық үшін алып қой. Әлі адам болып көтесің. Nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. О, біздің Нұржан молодец. Доставщик, лекарств. Басқа өкіметтің скорый сияқты платный емейді ол, тегін келеді. Ол просто скорысын сақап отқан бұл екі құлағда желінлер сақап отыр да. Әйтіп одан да қашып жүретін бала ғой негізі. Сырт көзге әшейін киіз үй болғанымен, бірақ Илон Масктың киіз үйі бұл. Ассалаумағалейкум жігіттер, мынау біздің Төрежайлау жайлы таңғы айтуға болады енді. Бұның табиғат керемет енді. Бұны көріп келсең, видеомен, ешқандай фотомен, HD-мен, ештемен жете алмайсың, короче. GoPro-ның шамасыз, короче. Я хотя қана келу керек. Келу үшін Дарабоз тур деген парақшаны белгілеп кетемін, соған жазылыңыздар. Алдағы уақытта бірге шығып, осы таулардың бәрін жаяу жүретін боламыз, балық аулайтын боламыз, садақ ататын боламыз, атқа мінеміз. Кете береді, короче. Фото охота. Жүгіріп басына поқ түсіресің да. Қайтадан аман болыңдар жігіттер деп. Фотогигиеничный аңдар бар мына жақта. Фотогигиеничный, то есть гигиеничный деп. Короче, осындай қара, мынандай керемет. Адам аяғы көп баса бермейтін таулар ғой, мынау деген. Bu жақта, короче, Медемен Шымбұлақ көлсай емес, bu жақта барқол көктің ғой ақтар кәдімгідей. Мынау деген кәдімгідей адам жоқ қой бізден басқа. Біз айғайлаған келеді да, мына жаққа келесің ғой. Мұны ответка келіп отыр, көрдің бе? Құрметті достар, келесі көрсететін жаттығуды мен Америкада жүрген кезде Куба бапкерлерінен үйрендім. Кубаның спортшылары осы жаттығуды көп неге деп ойласам, ол жаттығу аяқтың жылдамдығын артып қана қоймай, удардың күшті болуына да себеп болады екен. Яғни сіз қараңыз, осы жерде тұрасыз, екі қадам жанға қарай қол тигізесіз, обязательно оп, алдыға, оп, артқа екі рет, оп, жылдамдыққа бірақ, оп. Мына саның ашып кетеді ғой кәдімгідей, біздің қазақша тілмен айтқанда жаман ашып кетеді ғой. Айбы деп аяғын ұрып қоясың. Je veux pas le rater parce que peut-être qu'un jour je serai riche mec. Je suis l'inconnu du rap français, je suis le plus chill mais je m'en bats les couilles. Ma chérie quand je rappe même ton cum capote. Өйткені әр соққы аяқтан басталады. Аяғыңыз мықты болса, жылдам болса, сіздің соққыңыз да дәл сондай болады.
сағат түнгі 10 біз әлі жаттығу үстіндеміз. Және де сіздер үшін пайдалы нәрселерді түсіру барысындамыз. Құрметті достар, біздің бірінші түсірілімнен алған әсеріңіз жайлы комментария жазып кетсеңіз, егер сізге ұнаған болса, туған туыс, жора жолдас, көрші қолаң, танитын адамдардың барлығына жіберіп тұрсаңыз, пайдалы болсын. Және де тілектеріңіз болса, онда жаза кетіңіз. Біздің YouTube каналдың бағыты жайлы қысқаша айта кетейін. Біз спорт жайлы, яғни оның ішінде кәсіпқой боксшылардың, кәсіпқой спортшылардың дұрыс тамақтануы жайлы, дұрыс ұйықтау жайлы, қысқасы денсаулыққа пайдалы нәрселер жайлы тоқталып өтетін боламыз. Одан бөлек әрине заман талабы, ол бизнес, кәсіпқой бокстың өзі үлкен бизнес. Спортшыларға, қарапайым адамдарға бизнесті білетін техникаларымызды, білетін лайфхактарымызды, және де бизнеста мықты болып жүрген шебер ағалармен кездесу өткізіп, ол жағынан да сіздерге пайда беретін боламыз. Және де одан бөлек құлайсыз қурай сынбайды деген қазақпыз. Біздің парақшамызда, біздің YouTube каналдан ғибратты қазақи ислами әңгімелерді еститін боласыз. Бөлісу міндетті. Рахмет.